Сәлеметсіздер ме? Тағдыр жолы атты каналдың құрметті тыңдармандары. Арнаға жазылып, мені қолдай отырыңыздар. Сол күні үйде түнеген қонақтар ертесіне түс қайта кетті. Күйеуім екеуміз ананы мынаны айтып отырмыз. Кіші қыз қайын сіңлімнің үйіне кеткен. Осы ауылда ағамның ағайынды қарындас тұрады. Жасы үлкен болғанымен жолы кіші деп, мен оны қайын сіңлім деп жүрдім. Алдағы жоспар деп бастады күйеуім. Ау, жоспарың болса айта бер, дедім. Аудан мен екі ортада жүріп шаршадым, дейді. Бір айда шаршап қалдыңыз ба? Деп қалжыңдап қоямын. Сен босанғанша жанымда болсаң деймін. 13 жыл күттім ғой, ауданға барарсың, дейді. Осы баланы мен де 13 жыл күттім, дедім. Сол күні ағам екеуміз әңгіме айтып біраз отырдық. Онан кешке қарай мектеп директоры шақырды деп қонаққа кетті. Ауыл арасы болған соң мен бармай қалдым. Ол осы менің жанымда болған 4-5 сағатта тағат таппай жүрдім. Үйткені кеше ақыретін ішкендей тойып ішкен көңілдес күйеуім бүгін жазып қоңырау соқса қайтемін деймін. Осы еркектердің бас жазамын деп әрі қарай қуып кететіні бар емес пе? Мен де солай ойлағанмын. Алайда әбүйір болғанда көңілдес күйеуім кешке дейін тым-тырыс болды. Мен бейбақ сонда да әлденеден күдіктене бердім. Араққа тойып алып, кіріп келетіндей болады да тұрады. Қайтсын, ол сорлыға да бала керек. Мен кеткенде бала болмаған үшін үндей алмады. Нақтырақ айтсам, болдыра алмаған үшін дейін. Үйткені соңғы жылдары сенен бәрі, сенен деп жабысатынды шығарған едім. Олай десем, оған да себеп бар. Басында менімен бірге барып, емделіп жүрген күйеуім соңғы жылдары қолын сілтегенді шығарып еді. Анализдер тапсырып, әрі-бері жүргеннен қатты шаршаса керек. Сөйтіп жүріп, әрең апаратын едім. Алайда бәрі дұрыс, бәрі жақсы деген врачтар бастарын шайқап шығарып сала берген соң, бармаймын деп табан тіреп отырып алды. Бармаса оның ойынша бәрі дұрыс, кінә менен. Менің ойымша менде бәрі дұрыс, кінә онан. Бірақ сөзім жоқ, оның қауқарына сөзім жоқ. Оның соққысы бәрібір басқаша болатын. Қазір де басқаша. Ағама қарағанда алпамыстай күші басым, адуынды еркек. Сонда мен мыналардың қайсысынан көтердім деймін? Некелі байымнан ба, әлде көлеңкелік көңілдес күйеуімнен бе? Қос маңдайға қосақтасып, екі еркекпен кезек-кезек атысып жүрген соң, қайсысы дөп тигізгенін өзімде білмей қалдым. Ауылдан шыққан қыз, сол ауылдың ішіндегі еркекпен жатып жүр десе, адамдар сене қоймас-ау. Оның үстіне өзі өнегелі ұстаз, оқушыларға тәлім беретін тәртіпті апай болса. Еркек сорлылардың қойындағы қатыңа сенбе дейтіндері бар ғой. Осы 2 жылда ағам бейшара менен күдіктенген емес. Тіпті қызғаныш сезімін білдіріп, қыңқ дегенде емес. Үйткені ол менің бұрынғы байыммен жату түгілі сөйлеседі деп ойламайды. Сол үшін алаңсыз жүр ғой, ештеңе білмейді. Алайда анау жазық пен үлкен қыз бар. Сол үшін екеуі өте қауіпті болып тұр. Ал енді сол күні кеште ағамның қонаққа кеткенін пайдаланып, көңілдес күйеуімді іздедім. Басында бұрынғы номеріндегі WhatsApp-ына қарадым. Бірер сағат бұрын кіріп шығыпты. Онан соңы хабарласқан номерін қарадым. Соңында өз айтқандай WhatsApp жоқ. Сондағы ойым, енді олай жасама деп қатаң ескерткім келген. Жаман айтпай жақсы жоқ. Араққа тәуелденіп бара жатқан сияқты. Ал ішкен адамда уәде де ант та дегенді болмайды. Сол үшін қалайда ескертсем деймін. Үйткені бүгін сенбі, ертең де демалыс. Ағам үйде болады. Ол кісі дүйсенбі күні таң ата кетеді. Оған дейін мына алқаш бірдеңе бүлдіріп жүрмесе болғаны. Қысқасы, WhatsApp-қа кіріп біраз отырдым. Сонан соң көңілдес күйеуіме «Қайдасың?» деп жазып, жауап күтіп отырсам, белгісіз номер қоңырау соғып, телефонын шырылдағанда ыршып түстім. Сонда да жалғыз болған соң, қорқа қарап көтерсем, «Әй қыз, сен неге келмедің? Кел үйге, көлік жіберемін», дейді директордың бәйбішесі. Мен бара алмаймын, ренжімеңіз. Оның үстіне түнімен қонақ күтіп, қатты шаршап отырмын, деп ақталып жатырмын. Тұтқаның ар жағынан, «Иә, ол кеше қатты шаршады», деп айтып отырған ағамның даусы шықты. Сонан соң ғана директордың бәйбішесі, «Жарайды сіңлім, келесіде қалма», деп тұтқаны қойды. Негізі көлік жіберсе, барғымақ келген.
Оған осыдан бірер минут бұрын көңілдес күйеуімнің ватсабына «Қайдасың?» деп жазып қойғанмын. Жоғарыда айтып едім, ол екеуміз кездесетін болсақ, мен бірінші жазатынмын. Сонан соң ол жауап жазып, жасырын кездесіп жүрдік. Мынада да солай болама деп қорықтым. Жалғыз өзі сағынып отыр екен деп, ол маған қоңырау соқса ше. Болмаса, үйдің алдына көлігімен келіп, шық деп жазып тұрса ше. Бірін сондай болған. Шығып зып беретінмін. Еркекте ес болмайды деген бар. Ішкен адамда тіпті де ес болмайды. Директордың үйіне отырғанында қоңырау соқса, құрыған жерім әне сонда. Әрине басып жіберіп, телефонды қалтаңа салып отыра беруге болады, немесе кейін звондашы деп қоя салуға болады. Бірақ олай жасайтын келіншектер қуысы жоқ келіншектер. Ал сеніңше, сенің артың үңірейіп тұр ғой. Ондайға жүрегің дауаламайды. Жүйкең де шыдамайды. Үнемі үрей мен қорқынышпен жүресің. Міне осыны ой елегінен өткіземін дегенше болмады. Күйеуім жазып жатты. «Үйдесің ба?» деп сұрадым. «Иә, басқа қайда болам?» дейді. «Маман келді ма?» «Келген жоқ, әлі келмейді». «Атамнан ары, сенің кешегің не?» деп ұрысқан болдым. «Ештеңе, не білдің сонша?» дейді. Осыдан кейін жазып отыруға ерініп, қоңырау соғып ұрысып бердім. «Сен еркек болсаң тыныш жүр енді», деп тоңқылдап қоямын. «Ол менің балам, оған күмәнім жоқ», деп айтып салғанда жүрегім зырқ ете қалды. «Әй албасты, ондай сөз аузынан шығушы болмасын, бәріміз құраймыз», деп қорқытқан болдым. Онан қорқайын деп тұрған көңілдес күйеуім жоқ. «Қайда барсаң да, ол менің балам», дегеннен таңбады. «Ол аз десеңіз, сенбесең, ДНК тапсырайық», дейді. Осыдан кейін мен бейбақтың үнім өшті. Әрі қарай сөйлесіп отырудың мәні жоқ. Енді құдай деп, Құдай мені көңілдес күйеуіме жалынып жүргеннен басқа амалым қалмады. Осылайша балалы болсам да, менің маңдайым ашылмады. Сөйтіп, төрт жағыма жалтақ-жалтақ қарайтын сорлыға айналдым. Қайтейін, айтып қояма деп көңілдес күйеуіммен бір қорықсам, біліп қояма деп ағамнан тағы да қорқамын. Онан үлкен қызға бір жалтақтасам, жазөкқа тағы да жалтақтадым. Бұл төрт жағыма жалтақ-жалтақ қарайтын болдым дегенім. Осы төртеу еді. Айтқандай, мені қорқытатын тағы да бір нәрсе бар. Көңілдес күйеуіме, «Сен кеше кімдермен іштің?» деп сұрағанымда, «Баламды жудым» деген. «Айттың ба не?» деп шошып кеткенімде, «Білмеймін, қатты мас болып қалыппын» деді. Бұл сөзі менің жанымна батты. Батқанда да қатты батты. Мейлі, ол екеуін арақ көп ішетін ауылға белгілі алқаштар дейін. Бірақ алқаштың өзі бай бар қатының баласын менің балам деп бұрынғы байын айтып отырса, не болады? Алқаш болса да, ондай сөзге құлағын тосады. Олар барып, тағы бір үйдің алқашына айтса ше. Қысқасы, бала көтергеніме қатты қуанған болсам, енді соған өкіне бастадым. Жан-жағымнан жан алғыштар қумалап бастағандай. Бір басыма жүздеген ой келді. Бүйтіп артым бүрісіп жүргенше, ағамнан ажырасып кете салсам ше деймін. Оған құрсағымдағы ол бала дегенді естіген ағам жібере қоя ма? Бұл енді менен өлгенде айырылсын ба? Шын мәнінде мен оны жақсы көрмеймін. Ол менің мына байымдай болмады. Ал енді қызықтың көкесі дүйсенбіде мектепке барғанымда болды. Сол күні таң ағарғанда ағамды ауданға жіберіп, өзім кіші қызды жетектеп мектепке бардым. Ананы мынаны сұраған жазөгім мені айналшықтай берді. Әуелі қонақтарды аман есен шығарып салғанды сұрады. Онан басқа не жаңалық деп тағы да сұрады. Осы басқа не жаңалық деген сөзі зәремді алды. Қарап отырсам, ол мені әңгімеге тартқысы келетін сияқты. Бұл да саусүйердің боғы емес. Мына директордың бірдеңесі болып келетін қатын. Ешқандай жаңалық жоқ деп құтылдым. Алайда сол күннен бастап бұл мені жағалап жүріп алды. Қит етсе, әңгімеге тартып, ананы мынаны сұрағысы келеді. Мен сағатыма қараймын да, сабағым деп тұра қашамын. Өйткені ол менен сол күні көргенін сұрайтындай болады да тұрады. Білмеймін, бұл қатын сумаңдап алып, соңымнан қалмады. Мен зырылдап тұрып, алдына түсіп қаша бердім. Шынымды айтсам, бір аптада жүйкемді жұқартып, әбірштіп жіберді. Ол аздай бір бүйірден көңілдес күйеуім қосылды. Бұл сорлы айдақтап алып, арақ ішетінді шығарыпты. Құдай-ау, ішсе, іші бөлмей ме? Ішкен күні кім көрінгеннің телефонмен тілін шайнап, қоңырау соғатынды шығарды. Ал ана үлкен қыз, ол құрыды. Оқуға кеткелі 3 ай болды. Екеуміз сөйлеспейміз.
Оның да бір түйгені ішінде шығар, деп онан да қорқатын болдым. Сөйтіп бір апта жазоктан қашсам, аптаның соңында ауданнан ағам келеді. Онан тағы да қорқамын. Жақындап кетсе, жүрегім дүрсілдеп, жиырылып жата беретінді шығардым. Аптада бір келген соң басын тығып, ол да сұрайды. Ал мына жақта көңілдес күйеуім арақты сыпырып жатып, бірнеше рет қоңырау соқты. Әбүйір болғанда қазірше мектепте жүргеніме соғып жүр. Ағам келген күні соқса, масқараның масқарасы болады. Осыдан кейін, енді қайттым, деп қатты састым. Осы ДНК-ны тапсырып, көңілдес күйеуіме көрсетсем бекен. Ағамнан көтерген болсам, үнін өшер. Соны ойлаған мен бейбақ, бір күні өзім қоңырау соқтым. Кіші қызды папасы ауданға алып кеткен. Ауылымызда қыз келе жатыр. Бір сыпыра киіндіремін, қыдыртамын, деген. Үйде жалғыз қалғанда көңілдес күйеуіме қоңырау соқтым. Әбүйір болғанда аузы бос, сау екен. Шешең қашан келеді? Деп сұрадым. Дегеннен, білмеймін, келмейтін шығар, дейді. Сөйтсем, енемнің тілінен жара шыққан деме, онысы жазылмай жатыр деме, сондай бірдеңе екен. Қалаға емделуге кеткеніне 3 аптадай болыпты. Маған тиген ащы тілі жауап беріп бастаған шығар. Тиіспейтін болсаң барамын, сенімен сөйлесу керек, дедім. Анау далбай жоқ па не? Дейді. Бүгін сенбі. Сенбіде оның үйде болатынын бұл біледі. Сол үшін сұрап тұр. Ол қызын ертіп кеткен, ертең базарға шығып, сонан соң келеді. Далбойып демеша, деп ағама араша түскен болдым. Жарайды, деме десең демей-ақ қойдым. Қызың қайда? Деп сұрады. Қызын ертіп ауданға кетті, деп шынымды айттым. Бір өзіңсің ба не? Деп сұрады. Міне, осы сөзден кейін мен бейбаққа салынып, иә бір өзіммін, деп айтып қойдым. Білмеймін, мен оны аяймын ба, әлде тұзым жеңіл ма, сондай сорлымын. Мүмкін мен оны бұрынғым болса да басқа қыздардан қызғанған шығармын. Өйткені шешесі жайлы жақсы емес деп өзі айтты. Қайта сұрағанымда, өмекең раққа подозрение бар, деп айтты, деді. Бізді айырған сол қатын ғой. Егер осы айтқаны шын болса, онда мен мұны қатты жақсы көремін. Оны жасырмаймын. Бәлкім, ененен құтылсақ, қайта қосылуға болатын шығар. Олай болса, бәрі тып-тыныш болмай ма? Сол үшін менің жүрегімде бір ұшқын жылт ете қалды. Жалғыз өзіммен деп айтсам, сол үшін айттым, басқа ештеңе емес. Келсе үй жаққа, деп жалына бастады. Болмайды деген соң болмайды, деп қарсы болдым. Ол маған қайта-қайта жалынып қоймады. Мен бейбақ ойлана бастадым. Сағатқа қарасам әлі ерте. Күннің батқаны жаңа ғана. Так, ойланайын дедім. Өзім барсам ше? Жоқ, өзім барсам болмайды. Өйткені кейде бейне қоңыраумен шығатын ағамның әдеті бар. Демек, үйге кел, десем болады. Ол кезде бейне қоңырауынан қорықпаймын. Жасырып қойып сөйлесіп отыра беремін. Демек, дұрысы осы болғаны. Ал енді ол маған ұрын келді дейін. Сонан соң не болады? Ол кезде біріншіден бетін көріп жүзбе-жүз айтып түсіндіремін. Анау алқаштарыңа айтушы болма, деп қатаң ескертемін. Еркек қой, бұрынғы сүйіктісі есебінде жағдайымды айтсам түсінер деймін. Бірақ әрі қарай не болады? Әрі қарай сол баяғы, сол ғой, ол менен керегін алмағанша кетпейді. Яғни көкпарға қоспай кетпейді. Осы көкпардың тап қазір маған керек жоқ, алайда оған керек. Ол сорлы бір айдан бері бұтын қысып, текке сасып әрең жүр. Демек, ол менің екі аяғымды көтереді, ортасынан итереді, талтайтады, шалқайтады. Онан мына маған келер ешқандай зиян жоқ. Керісінше, онысы маған ұнайды. Мен саған жарты сағаттан кейін өзім қоңырау соғамын. Сен жазба, және де звондама, деп қоя салдым. Ал енді төсегімде талтайып жатып ойланайын. Қазір деймін, көшенің аяғы басылғанда, кел десем жетіп келеді. Тоқтай тұр, мен әуелі ағама қоңырау соғып, хал сұраған болайын. Сөйтіп, аудандағы палтшаның үйіне қонақта отырма, біліп алайын. Оны маған өз айтқан. Қызым екеуміз палтшаның үйіне қонаққа барамыз деген. Ағам 100% ауданда ғой. Сонда да қоңырау соғып, нақты көз жеткізуім керек, деп номерін тердім. Ау, тыныштық па? Рөлдемін, дейді ағам. Қайтып келе жатырсыздар ма? Ендеше мен тамақ пісіріп қояйын, деп сылпылдап бердім. Жоға, біз әйгі-жігіміз қонаққа бара жатырмыз, дейді. Абай болыңыздар, рөлде болсаңыз телефонды қызға бере салыңыз,
деп алдаған болдым. Мә қызым, деген папасы бере салды. Біз өткенде үйге келген атаның үйіне қонаққа бара жатырмыз, дейді қызы. Жарайды қызым, аман болыңдар, барған кезде фото жіберші, ағаңның үйі қандай екен көрейін, дедім. Иә, мам, жіберем, өзімнің телефонмен жіберем. Папаныкі әдемі түсірмейді, деген қызым уәдені үйіп төкті. Көтемін, ағаңның үйіне барған бойдан жібер, бетіңнен сүйдім, қызым пока, деп байланысты үздім. Сонан соң фото күтіп отырдым. Үлкен үйде жалғыз өзім ғана, бөлмелердің ішін кезіп жүрмін. Ағамның Динаш апаймен түскен суреттері тұр. Бұл үлкен қыздың бөлмесі. Мұқият қарап, біраз жерін ақтарып шықтым. Жас күндерінде екеуі де әдемі жұп болған, бірақ жас кездегі суретте. Қазір ағамның қауқары қайтып, маңдайына әжім түскен, елудің алулы көрінген ел ағасы. Тыңқылдатып көңілдес күйеуім жазып жатты. Тап қазір WhatsApp'та ашуға болмайды. Оқығанды көрсе, сонан соң қоңырау соғып бәле болады. Ағамдар анау үйге кіргенше мынаған үндемеу керек. Кім біледі, қонаққа бара жатырмыз деп алдап үйге келе жатқан шығар. Ағамды қанша жерден салмақты, сабырлы десем де, еркектің аты еркек қой. Қолға түссем, мойнымды үзіп алады. Онан да әріптің артын бағайын деп күтіп отырдым. Қыз 3-4 фото жіберді. Мысық па, гүл салынған вазалар ма, ағам отырған үстелдер ма, қысқасы ағамнан қауіп жоқ деп көңілдес күйеуімді шақырдым. Абай бол, жан жағыңызға қара, ешкім жоқта кір, деп ескертіп, барлық есіктерді ашық қалдырдым. Үй арасы жап-жақын. Арадан 5 минут өтер-өтпес көңілдес күйеуім кірді. Сақал мұртын алып, шайқасуға дайындалып келіпті. Жатын бөлмеден шыға бердім. Әй-шәй жоқ құшақтап алып, бас салды. Қой қайырған қойшыдай құйқылатып қайырып жатыр. Онан ешкі сабағандай құйрығымнан шапаттап сабады. Абайлаш жаным, анау бар ғой, деп ішімді көрсеттім. Ол менің балам, ол менің балам, деп соққылап жатыр. Алла, Алла, деп мен жатырмын. Сол түні 1 сағатта 2 төбенің арасына жол салды. Сағынып, тығылып жүргені көрініп тұр. Онан біразда 3-ші төбеге өрмелеп бастағанбыз. Есік алдына гүрдеп келіп, көлік тоқтағандай болды. Қасқа басы салаңдаған күйеуім тырдай жалаңаш қашып бара жатты. Сол келген көліктің дауысынан тұра қаштық. Басқа жер құрып қалғандай гүрілдетіп келіп, біздің қақпаның тұсына тоқтағанын қайтейін. Қараңғы бөлмедегі терезеден сығалап біраз отырдым. Көңілдес күйеуім шалбарын киіп, терезеден қарғып кетуге дайын тұр. Бөтен көлік сияқты, деп сыбырладым. Бұтындағысын киіп, күртешесін қолына ұстаған күйеуім келіп, біраз сығалап тұрып, мынау әндеттердің дауысы ғой, соның класының жігіттері сияқты, бағана ішіп жүрген, дейді. Сонда ғана дүрсілдеген жүрегім орнына түскендей болды. Ішкендер шығар, дабырласқан дауыстары қатты шығып жатыр. Сөйтіп тұрғанда, сол көліктің соңынан тағы бір көлік келіп тоқтады. Білмеймін, төбелесіп жүрмә, әлде ерегісіп жүрмә, әйтеуір ішкен сорлар қызыл кеңірдек болып айқайласып жатты. Арадан біршама уақыт өтті. Біздің үйдегілер еместігі анық болды. Үйге келсе сыртта тұрмай кірмей ме? Қап, мына алғаштардың қып-қызыл қырғынның құлағынан тепкендерін қарашы. Бітіре алмай қалдым жаным, дейді көңілдес күйеуім. 2 рет бітірдің, мыналар кетсе үйіңе бара ғой, дедім. Алайда жауырыма тигенге артыма қарасам, шалбарын шешіп тастапты. Бағанағы қақшаңдаған салаңбайы аспанға қарап оқыранып тұр. Мұндайда ол мені жібермейді, зорласа да істейді. Бірақ көлік гүрілінен қорқып қалғанмын. Кеудесінен итеріп, қарсылық көрсете бастадым. Ол 2 қолымнан ұстап жіберер емес. Дегенмен, еркек пен қатынның күші тең болған ба, шалқамнан жатқызып үстіме мініп алды. Онан аяғымның ортасына килігіп бойлата берді. Басын салған соң, болды, ақ деп барып ыңғайына көне бердім. Көңілдес күйеуім осы ретте біраз шапты, тым алысқа шапты. Әрі бері сілкілеп, сілекпемді шығарып, қаретерге түсірді. Әне бітеді, міне бітеді деп қосыла қыңсылдап, күйін шақырып жатырмын. Өтірік болсы да, емірініп жатып, ыңырси берсем, оған қатты ұнайды. Ойбай, тоқта, ойбай. Төсекте жатқан телефоным жарқ етіп, ағамның бейнесі пайда болды. Үнің өшкірдің кедергі болар деп, даусын басып қойғанмын. Жарық шыққанда ғана байқадым. Ойбай кет, байым звондап жатыр, деп итеріп жатырмын.
Сонда ғана телефонға қараған көңілдес күйеуім үстімнен түсіп жата қалды. Атып тұрып, көйлегімді кидім де үстіме жамылғы жауып телефонды көтердім. Көңілдес күйеуім киімдерін алып басқа бөлмеге тайып кеткен. Ұйықтап қалып едің? Әрең дегенде көтердің ғой, дейді ағам. Иә, ұйықтап жатырмын, дедім. Мәлік көрші қоңырау соқты. Біздің үйдің алдында не болып жатыр, дейді. Білмеймін, мастар шығар, дауыстары естіліп жатыр, дедім. Жарайды, не болып жатыр дегенім ғой, ішкендер сияқты. Мәкеңі сондай дейді. Қақпаны жапқан болсаң болды, деп қоя салды. Сонда ғана уф деп барып, терең тынысымды тарттым. Өйткені қатты қорыққанмын. Даусым дірілдеп шыққан еді. Әбүйір болғанда ағам көп сөйлемеді. Бейнебаянда үзе салды. Сол жерде атып тұрып, киіндім де, көңілдес күйеуімді шақырып, болды жетер енді, үйіңе кет, мені тыныш қой, деп айқайға бастым. Ол сорлының кеткісі жоқ. Шала қалдырамыз ба, дейді. Шала болса басқа қатынға бар, анау медик қыздал, деп ұрсып жатырмын. Мен ешкімге үйленбеймін. Маған сенен басқа ешкім керек емес, дейді. Сөйте тұра, бастадық қой, бітірші мені, сосын кетемін ғой, деп қояды. Өліп бара жатсаң, қолымен бітіріп ал, миымды ашытпа, деп итере бердім. Сонда ғана күртешесін киген көңілдес күйеуім шығып бара жатты. Есікті тарс жауып, ішінен ілдім де, төсегіме жатып, бақырып жылап бастадым. Қайтейін, қалай қылайын, енді менің қолымнан не келеді? Мына сорлыны құшағымнан босатқым келмейді. Бірақ олай жалғаса беруі мүмкін емес қой. Мұндайда қашан болмасын, бір ілік шығатыны сөзсіз екенін білемін. Бұл деген сөз бір ауылға, оның ішінде мектепке масқара боласың деген сөз. Сонан соң коллегаларымның бетіне қалай қараймын? Оларды қойшы, әріге барса пышырласып өсек айтар. Оқушыларым ше, ескірген бітіруші сыныпты беріп қойған. Мен олардың сыйлы мектеп жетекшісімін ғой. Ал енді тоқтайын десем, мына жексұрынды жақсы көремін. Кезінде енеме ашуланып, ажыраса салып едім. Алайда сол қатының баласынсыз өмір сүре алмайтынымды түсіндім. Ағама келсек, ол адамға жай ғана құрметтеп білемін. Негізі мен оны құрметтеп жүргенімде шамалы. Бұрынғы байымен жатып, көзіне шөп салып жүрмін. Мүмкін оғанда бойым үйреніп кетер деп жүргеніме 2 жылдай болды. Үйренетін түгім жоқ. Мына албасты түрі тұрғанда ешқашан үйренбейтін сияқтымын. Енді маған не мынадан құтылу керек, не болмаса ағамнан құтылу керек. Бірақ ол мені ешқандай себепсіз босата салама. Мына сорлы құлағыма сыбырлап жүр. Ресми ажырассаң үйленем дейді. Сонан соң мұның 2 сөзінің бірі, бала менікі дейді. Қазір айтпасаң айтпа, өскенде өзім айтамын дейді. Сенікі емес десем, туа бер, сол кезде қан тапсырамыз дейді. Сол түні ол маған, енді келме, осы соңғысы болсын, доғарамыз, деп айтып құлағына құйып жібердім. Әрі қарай қаттырақ айтуға батын алмаймын. Бір сөзбен айтқанда, мен онан қатты қорқамын. Сол үшін ат құйрығын үзіп те кете алмаймын. Біріншіден, бала менікі деп шатақ шығарады. Екіншіден, мен оны өзім жақсы көремін. Үшіншіден, ағамнан кетіп, қайта тисем деген үмітім де бар. Өйткені ағам мен үшін бәрін жасаса да, мына өміртік қызық емес. Қарасу ішсем де бірінші байымен қызық. Міне, тап осы күннен бастап, мен бейбақ ойланып бастадым. Қалай деймін, қалай жасасам дұрыс деймін. Құрсағымдағыны қолыма алмай тұрып, ажырасуым керек па? Әлде туып алған соң ба? Негізі туып алмай тұрып кеткенім дұрыс шығар. Бала туған соң кетемін десем, ағам асылып өлер. Өйткені көзге көрінген баланы кім көзі қисын? Ал тумай тұрып кетсем, аса қатты қинала қоймас. Бірақ осы ойымды жүзеге асыру үшін 2 нәрсенің шешімі керек болды. Ең бірінші, рак болып жатқан енем әрі болу керек. Сосын ағамнан қандайда бір повод табуым керек. Бірақ ағамның бойынан мін таба алам ба? Ол мені ұрмаса, соқпаса, ішіп тышпаса, көзіме шөп салмаса, әлде шөп салып жүр ме екен? Оны бір Құдай біледі. Ондай ақшалы еркектерді мына заманғы жас қыздар май шелпекке айналдырады. Сол күні қатты жылағанның сыры осы еді. Ал енді ертесіне кіші қызымды киіндіріп, ағам келді. Төсегіме жеткенде құшағына тартып, құмарын басты да теріс қарап ұйықтап қалды. Бұл сорлы қалың қалай деп те сұрамады. Тіпті кеше түндегі айқайласқан кімдер екен деп те сұрамады. Әтем сәтем әуіп деп шаруасын тындырып қорлыға басты. Мына қазіргі келіншектердің байым көңіл бөлмейді дейтіні осы. Ағамның бір ғана плюсы ақшадан тарықпассың, үнемі ақшамен жүреді.
Болғаны сол. Кейде осы ақшаның да көңіліңнің кілтін таппайтыны бар екен. Сол күні бұртиып жатып, мен де ұйқыға кеттім. Негізі бұл менің ажырассам деген ойымнан бастамасы болатын. Өйткені жетім жарым көңілмен өмір сүре алмайсың. Қашан болмасын кетемін деп көкейіңе түйесің. Ештеңе қызық болмай бара береді екен. Соны түсіндім. Қазақтың жақсы сөз жарым ырыс дейтіні осы шығар. Жақсы сөйлемесең, жақсы ойламасаң, жақсы болмайтыны анық. Дегенмен, мен де пендемін. Ертесіне сабақ басталып, мектепте жүрдім. Үлкен үзілісте баяғы Жазөк келіп тұр. Енеңіздің денсаулығы қатты нашарлап қалыпты. Естідіңіз ба? Дейді. Оның маған не қатысы бар, Жазөк? Деп біртүрлі қарадым. Жоқ, мен сіздің бұрынғы енеңіз болған соң айтып тұрғаным, дейді. Дұрыс қой. Бірақ ажырасқанмен араны үзіп кете алмайды екенсің. Менің қайынсіңлім әлі сол баймен сөйлесіп тұрады. Әйтпесе ажырасқандарына 1 жыл болды. Байға тей десем, алғаш болса да сол байымды жақсы көремін деп тимей жүр, дейді. Мынадай сөздің астарында не болуы мүмкін? Менің қылмысымды біліп айтып тұрған сияқты осы қатын. Олай болса жақсы көретін шығар, қайта қосылсын, деп жуып шайдым. Қосылса қосылатын шығар. Әшірдің баласы ғой осындағы. Меніңше, ол екеуі әлі де кездесіп тұратын сияқты. Деген Жазөктің сөзін естіп, шаян шаққандай шошып түстім. Бәсе, мына қатын бәрін біледі екен ғой деймін. Әйтеуір темасының бәрі бывшилар болып кетті. Дегенмен бұл қатын неге сонша интерес ұстап жүр деймін. Әлде ағам екеуінің бірдеңесі бар ма? Айтып бола ма? Ағамның басы босап 1 жыл жүрді ғой. Осы 1 жылда ай қарап жүрмекен. Мына келіншекте қалауын тапсаң, қар жаудырып, әрі-бері сызатынға ұқсайды. Көзім көріп, қолым ұстаған жоқ. Бірақ бұл неге сонша жағаласып, сондай тақырып қозғап жүр? Мұның вахтовик болса да, байы бар, баласы бар ғой. Алайда осы Құдайдың өзі кешірсін. Осы күні қатындарда ұят қалмады ғой. Сол ұят менің өзімде де жетпей жүрген жоқ па? Сол күні көңілдес күйеуіме жазып, шешесі жайлы сұрадым. Себебі сол қатының денсаулығының төмендегені менің онан сайын ойымды бұзды. Мына баланы қолыма алмай тұрып, өлсе екен деймін. Оның бүгін ертең болмаса да, арғы күні өлетіні анық. Жасы келіп қалды. Оның үстіне емі жоқ, рак болса. Өлмейтін шайтан беді. Негізі мұның ең оңай жолы ауыл мен ауданның арасына қатынап жүріп, ағам кетіп қала қойса ғой тып-тыныш. Ол кезде құда да тыныш, мен де тыныш. Бірақ пенденің айтқаны болмайды. Оны жаратқан шешеді. Адам тек жаман тілек тілейді. Осының бәріне менің махаббатым кінәлі шығар. Әрине, ең бірінші өлейін деп жатқан енем кінәлі. Мен жол жүргелі жатырмын, дейді көңілдес күйеуім. Ағам келеді деп едің ғой, деп сұрадым. Өзімде барайын, ел жұрттан ұят, дейді. Жарайды жаным, Ақжол, аман есен барып келе ғой, деп сәттілік тіледім. Сонан соң Каспиймен 70.000 теңге лақтырып, көмегім жаным, деп жаздым. Берсем, қу басыма жететін ақшам бар. Ағамның табысы 2 аяғымды көтеріп, потолокқа қарап жатсам да жетіп артылады. Ағама аймақтағы ауылдарға барып, директор ауыстырса болды ғой. Бір орын 5 миллион теңгеге дейін. Әрине, кім көбірек ақша береді, сол директор болады. Ол қазір ешкімге жасырын емес. Алмасыңа қоймайды ғой, өздері әкеліп қалтаңа салады, дейді. Мұндайда менің миымда тағы бір арам ой шырмап барып басылды. Антикор ұстап, түрмеге тығып жіберсе екен дейсің. Бірақ сол антикорың осылармен бірге ғой. Бәрі бір қазаннан ет жеп құтырып жүргендер. Соңғы кездері менің ағам тіпті де қатты кетті. Оған себеп айналадағы мектептердің арыздары болды. Несін жасырайын? Мына сорлы қазақ бірінің үстінен бірі арыз жазады да жатады. Ондай жерге үлкен бастықтың тәрбиелік орын басары менің ағам жетіп барады. Сосын ерегіскен мектеп директоры мұның қалтасына ақша салады. Оны ымпақ-сымпық деп орнына қалдырып қайтады. Алайда оның үстінен тағы арыз жазады, тағы барады. Нәтижесінде біреу байыса, біреу жала жабылады. Мына біздің білім саласы осындай былық. Оған жекеменшік және де өкіметтік балабақшаларды қоспасаңыз. Оған аудандық училище мен колледждерді қосыңыз. Бұл деген арамнан жинасаң да бітпес байлыққа кенелесің деген сөз. 1-90 аяқталуға жақындап қалған кез еді. Бір күні өзім айтып бастадым.
Мына ақшаны үйге жинамаңыз, қаладан үй алыңыз, дедім. Менің атыма үй алуға болмайды, бастапқы жарнасын төлеп, өз атыңа ала ғой, дейді ағам. Бұл сөзі маған майдай жағып кетті. Тумай тұрып, үй алып қойсам, ішіме тебе ме? Мектеп деген не? Бір қоңыраумен апта, 10 күн бармай жүре аламын. Тіпті бір ай бармасам да айлығымды толық аламын. Ендеше мен қалаға барып, үй қарайын, жаңа жылға дейін айлық, дедім. Крыша кезеттен қарап, қоңырау соғып сөйлес, кел десе барарсың, дейді ағам. Жазған қолда жан бар ма? Интернетті ақтарсам, 100 пәтер шықты. Ақшасын төле де ала бер. Мына 3 пәтер ұнап тұр, барып көру керек, дедім. Ендеше ауданға кел, тағы да тиын алып кет, дейді. Осы аралықта көңілдес күйеуіме жазып, ескертіп жүрдім. Өйткені ол да қалада, шешесіне қарап жатыр. Мүмкін мені сөгетіндер табылар. Бірақ көңілімнің қошын сол бұрынғы байымнан ғана тапсам деймін. Алайда 110 мың төлеп қойып, бірінші пәтерден айырылып қалдым. Задатық дейме, кепілдік дейме, әйтеуір алдын ала ақша сал дегенге салып жіберіп, қалаға барып таппай қалдым. Ал екінші ұнаған пәтерге көңілдес күйеуімді ертіп бардым. Бірақ бұл 15 миллион дейді. Оған ақшам жетпей тұр. Үшеу жетпей тұр, деп қоңырау соқтым. Пәтердің суретін жібердім. Қазір түс қайта тауып жіберемін, деген ағам түске таман ақша салды. Сөйтіп, шыттай 2 бөлмелі пәтерді болып шыға келдім. Нотариус ертеңге қалып тұр, ақшаны беріп қойдым ғой, не істейін, деп сұрадым. Ойында ештеңе жоқ қой. Сол тәтеңнің үйінде қалып, ертең бітіріп қайта ғой, дейді. Алайда тәте менің жанымда қалсын ба? Шірінген біреу. Мына қалада 10 шақты үйіміз бар, шетелге көшеміз, деп сатып жатырмыз, дейді. Сөйтіп тұрғанда ағам қоңырау соғып, түнде істейтін нотариус жоқ па екен? Қарап көр, үлкен қалаларда болу керек қой, деп қозып тұрған көңілімді су сепкендей басты. Қозып тұрған дегенім, тәтеге ақшаның 10%-ын беріп, қалғанын ертең нотариус алдында беремін деп жіберіп, көңілдес күйеуімді кіргізіп алғанмын. Ол душқа кіріп, жуынып жатқан. Сонан соң, мына тұрған кең төсекке құлаймыз деп тұрғанымызда, ағам былай деп тұр. Білмеймін, бүгін кеш қалған шығармыз. Тәтенің мінезі де бір түрлі. Қайта мазаласам, ұрсып жіберсе, деп алдаған болдым. Жарайды, ертең болса ертең. Мен мынандай ауылдың мектебіне келдім, деген ағам келсе кетті. Қуана-қуана душтан шыққан көңілдес күйеуімнің құшағына сүңгіп кеттім. Мұның құшағы деген басқаша. Есім шығып, еліріп жатырмын. Құдай-ау, интернеттен ішетін жейтіннің бәрін тапсырыспен алдырып, ас бөлмедегі үстелді толтырып қойғанмын. Несін айтайын, шайнайтын сағызына дейін әпердім. Сол түні біразға дейін арпалысып, тойымсыз күйде жаттым. Мұны көрмегенге 15 күн болған. Қатты сағыныппын. Сонан болар сағынышым басылып, ұйқыға кеттім. Бір кезде тағы да телефонын безілдеп берді. Қарасам ағам қоңырау соғып тұр. Ұйықтап қалдың ба? Сен маған берген мекен жайың дұрыс па? Тегіс па, таппай тұрмын. Бірақ суреттегі тұрғын үйдің алдында тұрмын. Пәтердің нөмері қандай? Дегенде қорыққанымнан телефонымды лақтырып жібердім. Әңгіменің жалғасын келесі бөлімнен тыңдайсыздар. Арнамнан алыстамай, мені қолдап отырыңыздар. Оқыған Амангелді Арайлым. Сау саламатта болыңыздар.